Ассалаумағалейкум, алаш елі. Қазақстан ұлттық арнасында көкпардан мемлекет және қоғам қайраткері Асанбай Асқаровтың 90 жылдығына арналған халықаралық турнир. Шымкент қаласы құлагер атшабары. Ардақты ағайын, бүгін көкпар ойынның 5-ші кездесуі. Бұл кездесуде Қырғызстан Республикасының Қожамқұл көкпар командасы мен Қазақстан Республикасы оңтүстік Қазақстан облысының құлагер командалары арасындағы ойынды тамашалайтын боласыздар. Қожамқұл көкпар командасы мына топта өнер көрсетеді. Аман Бөкенбаев, Мелис Құбалиев, Нұрбек Жақыпбеков, Тілек Әсенбаев, Рустам Тіналиев, Фархат Бейшекеев, Байыш Ниязов, Қияз Ниязов, Манас Ниязов, Ақбар Иманбеков, Рамзат Бөкенбаев. Команданың жетекшісі Мамырғожа Бөкенбаев, команданың жаттықтырушысы Үндісбек Бөкенбаев. Ал оңтүстік Қазақстан облысы құлагер көкпар командасы мына топта өнер көрсетеді. Бақтыбай Шырынқұлов, Нұрмұхан Омаров, Нұрдос Керімбаев, Тілләбек Сүлейменов, Ербол Құлбатыров, Нұржігіт Мырзабаев, Еркебай Омарбек, Темірхан Айтбаев, Ақылбай Манкеев, Тойшыбай Жұрымбаев, Азат Рүстемов, Асланбек Сайдулла. Команданың жетекшісі Еркеғали Мырзабаев, команданың жаттықтырушысы Жансаев. Ал бүгінгі ойынның төрешісі Нұрхан Айтбаев. Қапталдағы төрешілер Мәулетқазы Құлжатаев, Сейдулла Жәлелев, Зиябек Жеткерев. Сонымен қатар, бүгін біздің студиямызда қонақта көкпардан ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы Қуан Құрамаев. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Ассаламалейкумдер. Қуан аға, енді қазақ пен қырғыз арасындағы көкпар ойындарына талай мәрте куә болдық. Бірінде қазақ жігіттері басым түсте, екіншісінде Қырғызстаннан келген шабандоздар өздерінің мықты екендіктерін дәлелдеп жүр. Жалпы алған кезімізде қай елде бірінші көкпар ойыны жақсы дамыды, екіншіден қазіргі күнде екі осы командалар арасындағы шабандоздардың деңгейлері қандай? Бұл көкпар туралы айта кететін болсақ, бұл Қырғыз мемлекеті бұл осы дәрежеде осы көкпар ойынымызды тез игерген. Бірінші осы немізді жақсы ойнап деңгейі көтерілген команда еді. Одан қазіргі келе біздің қазақ жігіттері бұл ойынды жақсы меңгеріп алды. Түсінікті. Қазіргі күнде екі елдің терезесі тең, біздің жігіттер де осал емес дейсіз ғой? Осал емес. Тамаша. Қазір мінекей Кішсенберге серке тасталынды. Бірінші болып Қырғызстан Республикасының Қожамқұл көкпар командасының шабандоздары серкені көтеріп алуға әрекет етіп жатыр. Бұл жерде қорғаушылар мықты екендігін байқап отырмыз. Қожамқұл көкпар командасын Фархат қазір серкені көтеріп алуға әрекет етіп жатыр. Фархаттың астындағы тұлпары Шрек бұл жерде өзінің егесіне көмегін тигізіп, мінекей қазір серкені сол тақымына басып алды. Бұл жерде Қуан аға қалай көтере білді? Бұл енді аттың өзінің басының бұлай жұмсақ дейміз ғой, басы жұмсақ дейміз қазақша. Қайым екен, бұл көкпарға әбден дайындалғандығын көрсетті. Біздің қорғаушыны өткізіп жіберіп барып алып кетті. Мінекей, бұл шабандоз өзінің қорғаушысының көмегін күтіп жүр. Бұл шабуылшы қорғаушымен екеулесіп лақтырғанға соны күтіп жүр. Бұның қорғаушысы оны түсінемей жете алмай жүр. Мінекей қазір оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары алдын қақпайлап қазандыққа жақындатар емес десе де әлі де болса Шымкент облысының Темірхан Айтбаев мынау серкені тақымға басты, астындағы мерген атты сәйгүлігі. Әлі де болса Фархат берер емес аға. Қараңызшы. Темірхан Айтбаев басып алды, бірақ Фархат оны ұстап шеңберден суырып шығарғанға алып кетіп баратыр. Мінекей қазір әлі де болса серке ойын алаңында. Ойын алаңының шеңбердің жанында жатып қалды. Бірінші бол кім көтерер екен? Қазір Қожамқұл көкпар командасының шабандоздары дағдыланып серкені алуға ешкімді жолатар емес. Мінекей қазір тағы да Қожамқұл командасының шабандозы.
Бұл жерде де Фархат Бейшекеев командалық әріптесінің көмегін дұрыс пайдалана біліп, Серкені сол тақымына басып алды. Бұл жерде Фархатқа Рустам Тіналиев көмекке келген екен. Рустам Тіналиев Либидер атты тұлпарымен қазір Серкені сол тақымына басып алды. Рустам Тіналиев міне өзінің қорғаушыларының дұрыс жұмыс істемей атқандығына байланысты бұл қазандықты айланып тұр. Қорғаушылары жұмыс істеп, ойын алаңындағы шабуылшылардың жолын ашатын болса, бұл өзі шабуылға шығу керек еді. Бірақ Рустамға ешкім көмекке келмей жатқан сияқты. Көмекке келемей жатыр бұны. Мінекей қазір десе де Рустам Тіналиев командалық әріптесі бұл жерде Байыш Ниязов қазір көмекке келді. Байыш Ниязов басқан екен, бұл Қырғызстан мемлекетінің бір жақсы ойыншысының біреуі, шабандозының. Оған жабысқан біздің Тойшыбай Жүрімбаев. Байыш Ниязов бермеді Серкені. Қазір мінекей қазандықтың тура түбіне жақындап, Серкені тастауға әрекет етіп жатыр. Тұлпарының басын бір мәрте бұрып, қазандыққа жақындады. Жоқ, болмады. Бұл жерде Байыштың ағайынды өзінің бауыры Қияз Ниязов қазір көмекке келген болатын. Қуанаға байқап қарасаңыз, көкпар ойында, Қожамқұл көкпар командасында бір әулеттен 3 шабандоз осы ойында қатысып жүр. Атақты Ниязовтар әулеті. Осы кісілердің балалары жайында, осы шабандоздардың шеберлігі жайында не айтар едіңіз? Бұл ағайындылар өзі Қырғыз мемлекетінің жаңа Ош облысынан болады. Бұлар өте сояқта да әбден бейімделіп шапқан шабандоздар. Бұлардың ішіндегі ең күштісі Қырғыз мемлекетіне әйгілі болып жүрген Байыш Ниязова. Түсінікті. Мінекей қазір ортада жекпе-жек сайысы. Құлагер көкпар командасының атынан Бақтыбай Шырынқұлов шықты. Бақтыбайдың тұлпарының қандай тамаша жұмыс істеп жатқандығын қараңызшы аға. Қияз Ниязовтың тұлпарын арыда итеріп Серкені алуына мүмкіндік бермей жатыр. Тұлпарымен 4 тағандап тұрып алды. Бұл тұлпарларды айта кетсек, өте күшті тұлпар деп айтсақ болады. Біреуі Қазақстан мемлекетінің, біреуі Қырғыз мемлекетінің күшті тұлпарлары. Бақтыбай Шырынқұлов Алтын қанат атты тұлпарымен ортадағы шеңберде бірінші болып Серкені алып оң тақымына басып шабуылды бастады. Мінекей қазір Бақтыбай Шырынқұлов 1981 жылы туған Сайрам ауданы Жанаталап ауылының тумасы, қазір шабуылға шыққан болатын. Бірақ Қожамқұл көкпар командасының шабандоздары Серкесімен қоса көкпарды ойын алаңының сыртына ығыстырып шығару айла тәсілін қолданды. Бірақ Құлагер көкпар командасының шабандоздары да осы жерде берілмеді. Қазір мінекей Серке әлдебісі ойын алаңында жатыр. Қазір Ақылбай Манкеев ойынға араласқан сияқтаға. Иә, Ақылбай да келді. Мынау Қырғыз мемлекетінің балуаны көтеріп еді, қолынан түсіріп алды. Міне қайтадан жоқ, болмады. Бақтыбай Шырынқұлов алтын қанатпен келіп Серкені көтеріп алуға әрекет етіп жатыр. Бірақ міне Бақтыбай Шырынқұлов жерден Серкені көтерді. Так. 6-шы нөмірдегі Рустам Тіналиев қазір Серкенің алдыңғы сирағына жармасты. Иә. Рустам Тіналиев Серкені басып, тақымына басып, шабуылға кірісті. Мінекей қазір Рустам Тіналиев Серкені өңгеріп, қазандыққа жеке дара суырылып келе жатыр. Осы жерде мінекей қазір Нұржігіт Мырзабаев оңтүстік Қазақстан облысының салым кедері келтірген болатын, бірақ Рустамның алдын ала алмады. Тамаша Рустам Тіналиев 1989 жылы туған, тұлпар Либидер, Қырғызстан Республикасы Шу облысының тумасы, көкпардан спорт шебері атағын иеленген шабандоздың бірі. Тамаша өзінің мықты екендігін көрсетті. Ат пен шабандоздың сай екендігін көрсетті бұл жерде бұл бала. Енді қалай бағалауға болады? Өзінің жеке дара суырылып шығуы кез келген шабандоздың қолынан келе бермейді. Оны мына Қырғыз мемлекетінің қорғаушыларының арқасында, қорғаушылар біздің қазақ мемлекетінің мына оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздарының алдын бөгеп қалды. Нұржігіт Мырзабаев келіп еді, оны
атын тоқтатып алдынан кесіп өткізіп жіберді да салымды жақсы алып кетті. Бұл жерде әбден өзінің шеберлікті меңгергендігін байқатты ғой. Ербол Құлбатыров, Оңтүстік Қазақстан облысының шабандозы, жас шабандоз. Бәрекелді, командалық әріптесінің көмегімен келесі салымға қол жеткізді. Бұл жерде Темірхан Айтбаев көмекке келді. Ербол Құлбатыров 1980 жыл туған, Тұлпары Ақтанау, Мақтарал ауданы 40 жылдық ауылының тумасы. Көкпардан спорт шебері атағын иеленген жас шабандоздардың бірі. Тамаша салым. Командалық әріптесі бұл жерде Темірхан Айтбаев тура жанынан табыла білді. Серкенің алдыңғы артқы сирағынан бірдей ұстап, екеуі бірден көтерді. Енді бұнда екі мықты палуан жігітке 35 келі тартатын Серке түк емес шараға. Жоқ, ол түк болмайды. Мына Темірханның өзі 35 емес 70-80 килограмм Серкені көтеріп шауып жүрген шабандоздың бірі. Бұл қазаққа өте аты шыққан, бұл командалық ойында да, жаппай ойында да өте аты шығып жүрген палуанның бірі. Ол қалай болады сонда? 70 келі, 80 келі тартатын көкпарды қай жерде шауып жүр сонда? Мынау Шымкент облысында өте үлкен той көкпарлар болады, жаңағы жаппай көкпар дейміз, сол жерлерде. Теке үлкен болған сайын бұл Темірхан салымды болады. Ешкімді жолатқызбайды дейсіз ғой. Мінекей қазір Тілләбек бірінші болып көтерді. Қазір шабуылға шығып командалық әріптестерінің көмегін күтіп жүр. Тілләбек Сүлейменов Ташшерен атты тұлпарымен шықты қазір. Өзінің әріптесі жаңа Темірхан Айтбаевқа Серкені берді. Темірхан атынан құлап түсті. Аты құлап қалды бұл жерде. Темірханның аты. Ойын төрешісі қалай қылар екен? Қожамқұл көкпар командасын шабандозын Қаранарға жіберер ме екен? Нұрхан Айтбаев қазір қандай шешім қабылдайды екен? Ойынды тура сол жерден жалғастыратын сияқты. Серке ойын алаңында. Қазір Темірхан Айтбаев қайта атына отырып, қайта шабуылға шығады. Тұлпарын соғып кеткен екен, екі жағынан бірден. Қарама қарсы кіріп тартқан екен, ар жағынан ана көк аттағы. Манас Нияз мінген болатын ол тұлпарға Қожамқұл көкпар командасын атын сүрінуіне септігін тигізіпті. Десе де қазір мінекей Темірхан Айтбаев Серкені өз тақымына басып алды. Ойын басталды тура тоқталған жерінен. Қазір Темірхан Айтбаев командалық әріптестерінің көмегін күтіп жүр. Тура қазандықтың жанына жақындады. Қалай қылар екен? Темірхан Айтбаев осы жерде Құлагер көкпар командасын шабандоздары қорғаушылары оның ішінде. Қожамқұл көкпар командасынан шабандоздарын алдын қақпайлап жолын ашпаса салымды болу екіталай. Екіталай. Бұл жолын ашамай жатыр қорғаушылар. Және де Қырғыз мемлекетінің мынау қорғаушылары өте жақсы жұмыс істеуде. Біреуі алды жағынан қорғап тұрса, екіншісі арт жағынан қорғап тұр. Және мына Темірханның атының бұрылып қазанға қарай жүргізетін мұршасын бермей жатыр. Мінекей, қараңыз. Тура қазандықтың жәнінде ойын басталған еді, бірақ Темірханды атымен қоса ысырып ойын алаңының сыртынан шығарып жіберу әдісін қолданып жатыр бұлар енді. Бұл Темірханның тақымынан аламайтын бұл енді бұларды. Байқап қарасаңыз, тақымнан шықты Теке. Қуанаға байқап қарасаңыз, осы көкпар ойынында тағы да атынан құлап түсті. Бұл жерде тағы да сол Темірханның аты. Оның үстіне 5-ші нөмірдегі Қырғыз мемлекетінің жары Рустам Тыналиевтің аты құлаған екен. Екі ат бірін-біріне шалынып құлаған екен. Ат Темірханның үстінен асып түскен екен. Қырғыз мемлекетінің аты. Бұл жерде Рустам Тыналиев те шалынып, өзінің тұлпарына қайта қонды. Ойынның төрешісі Нұрхан Айтбаев, Аман Бөкенбаев, мына команданың капитан командасы, соның соғып құлатқан екен.
қаранарға тоғытар ма екен? Енді бұл да ойын ережесін бұзудың бір түрі ғой аға. Иә, ол жерде 1 метр неден беріледі өзі. Одан артық жерден шауып келіп соғатын болсаң, ол жерде қарамарыға отырғызады. Түсінікті. Ортада жекпе-жек сайысы Қияз Ниязов пен Бақтыбай Шырынқұлов ортаға шықты. Бақтыбай астындағы тұлпары Алтын қанат деген тұлпар және Япончик деген. Япончиктің де өнері тамаша екен. Қазандықта үлкен шеңберде жатқан Серкені көтеріп алуына мүмкіндік бермеді. Десе де Бақтыбай Шырынқұлов бірінші болып Серкені оң тақымына басып алды. Сол жағынан іліп, аттың көкірегінен ауыстырып оң жағынан басып алды. Ол да өнердің бір түрі ғой. Өте күшті шабандоз. Бұл 2004 жылы Қырғыз мемлекетінде Қырғыз мемлекетінің президентінің кубогының жүлдесінде Азияның ең күшті шабандозы болып танылды ғой Бақтыбай Шырынқұлов. Танылған осы Бақтыбай Шырынқұлов. Бұл кезде астында аты Дербіс Байділдаев деген ағамыздың Алматы қаласының Марадонна деген көк аты бар еді. Сол атпен өте күшті көзге түскен жігіт бұл. Мінекей қазір Бақтыбай Шырынқұлов командалық әріптесі Ақылбай Манкеевке Серкені берді. Ақылбай Манкеев қалай қылар екен? Командалық әріптесі Еркебай Омарбекпен Қаршығат тұлпарымен қазір шабуылға шыққан болатын, бірақ Серке ойын алаңының сыртынан шығып кетті. Мынау Қырғыз мемлекетінің нелері, шабандоздар, қорғаушылары өте күшті жұмыс істеп жатыр. Байқап қарасаңыз, қуадағы қорғаушылардың астындағы тұлпарлардың барлығын басы қайым. Өте мықты дайындалып келген, қандай бір әрекет болмасын, қандай бір жағдай болмасын, бірінші суырылып шығып жатыр. Мінекей қазір байқап қарасаңыз, Қияз Ниязов пен Бақтыбай Шырынқұлов қайта жекпе-жек сайысында кездесіп отыр. Қияздың астындағы тұлпары да Бақтыбай көтерді тағы да сол жағынан. Енді сол Серкені сол тақымына басты. Оң жағынан көтеріп, тұлпардың алдыңғы мойнынан айналдырып өтіп, сол тақымына басып алды. Бұл жолда Алтын қанаттың мерейі үстем болды. Алтын қанат жалпы осы жекпе-жек сайысына жиі шығады аға. Шымкент облысының осы ортаға жекпе-жекке шығатын осы бір аты бар. Алтын қанат дейтін. Өте күшті ат. Міне, қорғаушылар шабуылшыларды Серкеге жақындатпай соғып жатыр. Соғып ығыстырып шығарып жатыр. Мінекей қайта қазір Бақтыбай Шырынқұлов Серкенің жанына жақындады. Серкені көтеріп алуға әрекет етіп жатыр. Бірақ Рустам Тыналиев пен Байыш Ниязов, Қияз Ниязовтар жолатар емес Серкені дұрыстап көтеріп алуына. Десе де мінекей қазір Алтын қанат пен Бақтыбай Шырынқұлов Серкені жерден көтеріп оң тақымға басты. Енді бұл жерде командалық әріптестерінің көмегі қажет. Өте күшті көмек керек бұл жерде Бақтыбайға. Бақтыбайдың тақымы тастай екендігі байқалды. Қожамқұл көкпар командасының шабандоздары қай жағынан келсе де Ақылбай Манкеевке ауысты. Серкені алынбай жатыр. Серкені Ақылбайға ауыстырды. Ақылбай жайында не айтасыз аға? Ақылбай өте күшті шабандоз бұл. Бұл басын Марадонна деген мінекей қазір булит дейміз, осы әдісті Қырғыз қазақта қазір ең күшті лақтырып салатын шабандозымыз осы Ақылбай Манкеев. Ақылбай Манкеев 1978 жылы туған, тұлпары Тайбұрыл, Төле Би ауданы Кенесары ауылы. Көкпардан спорт шебері атағын иеленген шабандоз. Осы көкпар ойында Серкені екі қолдап лақтыру әдісін жетік меңгерген шабандоз осы Ақылбай Манкеев деп айтып жатады. Мінекей қазір Ақылбайдың тамаша салымдары жеке дара суырылып келіп салған сәттері. Осы көкпар ойында басталғалы бері Қожамқұл көкпар командасы мен Құлагер командалар арасындағы жарыста
Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері әзірге ширақтық танытып 2-1 есебімен алда келе жатыр. Оның ішінде атап өтуіміз керек, Ербол Құлбатыров бірінші салымға қол жеткізді. Артынша Рустам Тыналиев Қожамқұл көкпар командасының шабандоз өзінің мықты екендігін байқатты. Ал Ақылбай Манкеев есепті еселей түсті. Қазір мінекей Ақылбай туралы айта кететін болсақ, бұл жаңа Бақтыбайды айтып жатыр. Ақылбай осы қырғыз қазақта ғой, енді осы дамыған мемлекет осы Қазан көкпардан. Осы қырғыз қазақтағы ең күшті шабандоз деп айтсақ болады, жаңағы лақтырып салу әдісінен. Ақылбай тақымға басты дегенде ол салынды деп көп жерде айтылады. Көкпар ойындарында. Көп жерде айтылады. Ақылбайдың аты алдыға ысырылып шыққан кезде ол салым дейді. Міне қазір Қожамқұл көкпар командасының шабандозы Серкені өзінің алдына өңгеріп алып, қазандыққа тура жақындады. Тамаша салым. Ол да өзінің мықты екендігін көрсетті. Бұл жерде де Рустам Тыналиев 1989 жыл туған тұлпары левидер, Қырғызстан Республикасы Шу облысының тумасы, көкпардан спорт шебері атағын иеленген шабандоз. Қандай тамаша салым, жеке дара суырылып, серкесімен қоса атынан құлап түсті. Аттың тұра қалғанын айтпайсыз, ол қазанның жанына келді. Аттың үйретілгендігі мінекейіңіз. Кейбір тұлпарлар бұл жерге қазандыққа жақындаған кезде кері шауып кетеді. Кері қазанды айланып секіріп қашып кетіп жатыр ғой. Бұл аттың өте бейімделгені, өте үйретілгені, бұл атпен жұмыс істегені. Тамаша, алғашқы тайым аяқталды. Есеп 2-2. Алғашқы тайымның үздік сәттері мінекей қазір Рустам Тыналиевтің жеке дара суырылып, левидер атты тұлпарымен салынды болған сәті, артынша Ербол Құлбатыров Темірхан Айтбаевтың көмегімен екінші салымға қол жеткізді. Темірхан Айтбаевтың атынан құлап түскен сәті, бұл жерде енді Қожамқұл көкпар командасының шабандоздары шалып жіберді. Ал мінекей Ақылбай Манкеевтің шірене келіп тастаған екінші салымы. Сонымен қатар Рустам Тыналиев алғашқы таймда командаларына 2 ұпайды бірден сыйлады. Мінекей қазір екінші тайым басталды. Естеріңізге сала кетеміз. Алғашқы тайымның қорытындысы бойынша Қожамқұл көкпар командасы мен Құлагер командалары теңдей ойын көрсетті. Есеп 2-2. Сонымен қатар бүгін біздің студиямызда қонақта көкпардан ұлттық құраманың бас бапкері Қуан Құрамаев. Қуан аға, енді осы көкпар ойында шабандоздардың астындағы тұлпарлары мықты болу үшін әрине бабы да мықты болуы қажет. Бұл палуан шабандоз күшті болғанмен астындағы аты дұрыс болмаса, ол шабандоз ештеңке істей алмайды деп айтуға болады. Бұл екеуі сай келу керек. Бұл шабандозды өте жақсы өз атын дайындау білу керек. Ол кәдімгі барлық спорттағыдай, оны күніге мініп, жүргізіп, жаңа қазандыққа апарып, шауып келіп, тоқтатып, үйретіп, айландырып келіп, сондай атпен көп жұмыс істеу керек бұл жерде шабандоз. Мынау жаңағы Қожамқұл командасындағы мынау бірінші номерде Аман Бөкенбаев дегендер, олар 2000 жылдан бері осы ойынды шауып келетқан жігіттер. Мынау Рамзат Бөкенбаев деген оның әкесі шапқан бұл командада. Үндісбек Бөкенбаев деп, ол қазір сол команданың жаттықтырушысы болып жүр екен. Ол келе алмапты. Мінекей қазір ойынның төрешісі Нұрхан Айтбаев Рамзат Бөкенбаевты қаранарға тоғытты, ойын ережесін бұзғанына байланысты. Иә, ол енді біздің ережеде 1 метр жерден келіп атты салуға болады. Ол жаңағы көк атыда өзі атты қатты соғады екен. Шапқан бойы келіп, біздің шабандоздың белінен салып, өте қатты салып қойды. Мінекей қазір қазақстандық шабандоз, Құлагер командасының белді шабандозы Ақылбай Манкеев Серкені тақымына басып алды. Командалық әріптестерінің көмегін күтіп жүрген сияқты осы жерде, аға, байқап қарасаңыз. Иә, ол жаңағы өздерінің команданың шабандоздарының жол ашуын күтіп жүр ол. Мінекей жол ашылды. Ақылбай Манкеев өзінің жұмысын істеді. Мінекей қазір Ақылбай Манкеев келесі салымға қол жеткізген сәтін
тамашалап отырмыз. Ақылбай Манкеев ойынның 23 минутында командасына тағы бір ұпай сыйлады. Өте жақсы салым болды. Міне өзінің қорғаушыларының жаңа алдын ашуын күтіп жүрді ол. Ол күтіп тұрады. Ашылды дегенде Ақылбай мүлт кетірмей сол қазандыққа сала білді. Тамаша. Бұл жерде де енді үлкен айла тәсілді жетік меңгергендігін байқатты ғой Ақылбай. Кіші шеңберге серке тасталынды. Ойын ережесіне сай 1 минуттың ішінде шабандоздар көтеріп алып кетуі тиіс. Мінекей қазір Оңтүстік Қазақстан облысының шабандозы Бақтыбай Шырынқұлов серкені 10 тақымына басып алды. Командалық әріптесі Ербол Құлбатыров қазір тұлпарын тізгінінен тартып шығарды. Қазір Бақтыбай Шырынқұлов қазандыққа қарай шабуылға шықты. Қалай алып шықты аға? Ол да өзінің жаңағы командадағы ойыншыларының көмегін күтіп тұр. Жол ашылғанын күтіп тұр ол да. Міне кейіңіз. Міне бұл жерде аттың сәл тұрып қалғандығы болды. Қайта қазандыққа қарай жақындап. Міне кей 10 номер жолын ашып еді, мына жақтан басқасы кеп қалды. Бұл енді ойын болғаннан кейін ойын, әркімнің жібінен ұстап алғандай емес. Бұл міне қосақтасып Нұржігіт Мырзабаев екеулесіп лақтырайын деп тұр. Тамаша. Салында. Бақтыбай Шырынқұлов кіші шеңберге тасталынған серкені алған бойда ешкімге бермей, командалық әріптестерінің көмегін дұрыс пайдалана біліп, келесі салымға қол жеткізді. Нұржігіт Мырзабаев өте жақсы қорғаушы. Осы Қазақстан құрама командасының мүшесі, жас ойыншысы. Өзінің командалық әріптесіне дер кезінде көмегін тигізе білді. Қуанағы аттың бабына қайта оралатын болсақ, байқап қарасаңыз, жаңағы Қожамқұл көкпар командасының шабандоздары тұлпарларымен келіп қазандықтың тура жанына жақындаған кезінде тұлпарлары лік тоқтап, егесін, серкені тастауына мүмкіндік жасайды. Ал біздің шабандоздың тұлпарларына қарағанда ондай әрекеттерді байқай бермейміз. Бұны қалай жасау қажет? Бұл қазандыққа әбден, бұл қырғыз шабандоздары бұл қазан көкпардан басқа көкпар шаппайды. Бағана айтып жатырық біз, жаңа Айтбаев Темірхан палуанда жаңағындай үлкен 70 кг, 80 кг теке шауып жатыр деп жаппай көкпарларға шығып кетіп, сондай аттардың несі бұзылып келіп жатқан нелер болады енді. Бірақ бұл Шымкент облысының командалы аттары ондай жаппай көкпарға шығып жүрген жоқ. Бұлар только жаңа өздерінің осы қазандық көкпарын шабады, басқа көкпарға шығып жүрген жоқ. Міне Нұржігіт Мырзабаевқа ауыстырды, қорғаушыны шабуылға жіберді. Нұржігіт Мырзабаев қазір командалық әріптесіне берді. Атын ауыстырыпты. Темірхан Айтбаевқа. Темірхан Айтбаев Нұржігіт Мырзабаевтың атын мінген екен, жаңағы қорғаушы болып жүрген атты. Бұл жерде енді ойында да тұлпарларды ауыстыра беруге болады. Ауыстыруға болады. Өте тың аттарды, күшті шабандоздарға тың аттарды мінгізіп, күшті аттарды мінгізіп, қазанға тік баратын аттарды мінгізіп, жаңағындай сіз айтқандай. Біздің бұл қазақ шабандоздары өте күшті палуан болғаннан кейін бұлар өздері күшіне сеніп барып лақтырады. Мына қырғыз шабандоздары көрдіңіздер, аттарымен де өздері де кілт етіп лақтырды. Міне Ақылбайға. Ақылбай Манкеев тағы да салым салды. Командалық әріптестерінің көмегін дұрыс пайдалана білді. Ақылбай Манкеев тағы бір мәрте қайталап өтеміз. 1978 жылы туған, тұлпары Тайбұрыл, Төле би ауданы Кенесарық ауылының тумасы, көкпардан спорт шебері атағын иеленген шабандоз. Қандай тамаша салым. Ақылбайдың мүлт кетуі өте аз, екі талай. 100%-дан 99%-ын салады. Түсінікті. Енді аға, Ақылбайдың кезіндегі дауыл деген тұлпары әлі күнге дейін осы көкпаршылардың арасында айтылып жүреді. Дауылмен шыққан кезінде Ақылбай міндетті түрде салынды болады дейді. Қазіргі астындағы арғымағы Тайбұрылдың деңгейі қандай? Тайбұрылда өте күшті ат. Бұны жаңағы Ғани бауырымыз сол кісі сатып алды. Жаңағы Мақтарал ауданынан. Осы көкпар ойынына дағдыланған ғой. Өте дағдыланған. Ақылбай өзі келіп үйретіп, міне әбден күшті қылып үйретіп қойыпты. Ақылбайдың өзінің шабуылшы екенін көрсете біліп жатыр да, бұл атта күшті көрсете біліп жатыр. Бәйге атындай қарқыны қатты
батты дейсіз ғой, суырылып шыққан кезде. Суырылып шыққанда жаңа қорғаушылар үлгере алмай қалып жатыр оны қақпайлап. Бұның атының күштілігіне. Мінекей қазір кіші шеңберге тасталынған серкені Бақтыбай бірінші болып Бақтыбай көтерді. Бақтыбай да алтын қанатпен ойын басталғалы бері жекпе-жек сайысында өнер көрсеткен болатын. Қазір өзінің астындағы тұлпарын ауыстырыпты. Қазір Бақтыбай Шырынқұлов тұлпарды ауыстырып, жерден шауып, жаңағы орта кіші шеңберден ілгенге шығып жатыр мінекей. Ойын барысында көріп жатыр. Бақтыбай өте көп жұмыс істеп жатыр бұл жерде. Жерден ілу әдісінен көп жұмыс. Міне өзінің әріптесі және жолдасы Айтбаев Темірханға серкені берді. Серкені. Темірхан да өзінің астындағы атын ауыстырған екен мінекей. Темірхан Айтбаев алғашқы таймда 2 мәрте атынан құлап түсіп құлады. Жерге құлап түсті. Десе де өзінің мықты екендігін, палуан екендігін байқатып, екінші таймда ойынға араласып жатыр. Ойынға өте жақсы араласып жатыр бұлар. Темірхан Айтбаевымыз да Төле би ауданынан, Шымкент облысы Төле би ауданының шабандозы, өте күшті шабандоз. Серке тақымнан түсіп қалды дағы. Жоқ, тақымында артын көтеріп алып жатыр. Теке түсіп барады, соны жоғары көтеріп алып жатыр. Дұрыстап көтеріп алуына өзінің салымды болуына әрекет етіп жатыр дейсіз ғой. Мінекей қазір Темірхан Айтбаев шабуылға шықты. Қорғаушылар жұмыс істемей жатыр. Міне 4 қырғыз шабандозы артынан келді. Сонда жаңғыз Темірханды 4 шабандоз қуалап жүрді. Бұл жерде осы сәтті құлагер командасының қорғаушылар дұрыс алдарын жабатын болса, Темірхан салымды болар. Салымды болып кететін еді. Міне қазір текені лақтырды, бірақ қазанның жиегіне тиіп түсіп қалды жерге. Бұл жерде білектің де күші мықты болу керек қой. Өте күшті мықты болу керек. Бұл жерде білек күшті болу керек, тақым күшті болу керек. Ана серкені лақтырғанда аттың үстінде отырып қалатындай болу керек. Мінекей қазір жігіті көкпар тартады ғой бұл жерде. Мұны 35 килограмм серкені аттың үстінде шауып келіп, ат қазандықтан үркіп бұлай секіріп баратқанда, сонда оңға секіріп баратса, сен солға қарай серкені шиіріп лақтырғанның өзі қандай. Нағыз қазақтың батырлары ойнайтын тамаша ойын осы ұлттық өнеріміз бүгінде ұрпақтан ұрпаққа сабақтасып келіп жатыр. Бұл енді қазақ халқының қуанатын ойындардың бірі. Мінекей ортада жекпе-жек сайысы Қияз Ниязов пен Бақтыбай Шырынқұлов шықты. Бақтыбай тұлпарын ауыстырып дағы. Бұл жерде алтын қанатпен, бағана өздеріңіз байқағандай ортадағы осы шебер аты осы Шымкент облысының ең үздік шебер аты алтын қанат. Алтын қанат егесінің серкені дұрыстап алуына мүмкіндік жасады. Ақылбай Манкеевке серкені ұзатты. Ақылбай қалай қылар екен? Ақылбай Манкеев өзінің қорғаушыларын жол ашқанын күтіп тұр. Бұл шабуыл жасамайды қазір. Бұл күтіп тұрады. Жол ашылған кезде Тайбұрыл өзі секіріп ысырылып алдыға шығады өзі. Байқап қарасаңыз, Тайбұрылды қамшыламайтын да сияқты. Қамшы тигізбейтін жануар өзі. Жол ашылғанды бұл Ақылбай мен аттың екеуі сезетті бірін-бірін түсіне біліп жатыр да. Өте қатты түсініп жатыр. Міне, біздің қорғаушылар қайда сонда? Мына жерде біреуін айдап кету керек. Сонда Ақылбай біреуін алдап өзі шығады. Ақылбайдың серкені қазандыққа тастауына толық мүмкіндігі болды, бірақ Қожамқұл көкпар командасының шабандоздары жан жағынан келіп қыспақ қалып, серкені ойын алаңының сыртына ағыстырып шығарып жіберді. Өкінішті әрине, қандай тамаша салым болар ма еді? Иә, Шымкент облысының қорғаушылары дұрыс жұмыс қыламады. Ортада қайта жекпе-жек сайысы. Ортада жекпе-жек сайысында Бақтыбай Шырынқұлов пен Байыш Ниязов қазір өздерінің шеберліктерін байқатып жатыр. Байыш Ниязов өзінің мықты екендігін көрсетіп жатыр. Қазір еңкейіп, тұлпарының көмегін дұрыс пайдаланып, серкені оң тақымына басып алды. Қазір командалық әріптестері құлагер командасының шабандоздарын алдарын дұрыс жаба білетін болса, Байыштың келесі салымға қол жеткізуі әбден мүмкін. Мінекей қазір Байыш шабуылға шықты, тұлпарының басын бір мәрте бұрып алды, қазандыққа жақындады, тамаша салым. Міне, қорғаушылардың жұмыс істегені жаңа өте жақсы жол ашып берді да шабуылшыға.
Байыш Ниязов 1983 жылы туған, тұлпары япончик, Қырғызстан Республикасы Шу облысының тумасы. Көкпардан спорт шебері атағын иеленген шабандоз. Қандай тамаша салым, тұлпарының басын бір мәрте бұрып келді да, бос жатқан қазандықтың түбінде ешкім болмағандықтан есепті еселей түсті. Бұл жерде қорғаушылардың өте жақсы жұмыс істегендігі. Қожамқұл көкпар командасының шабандоздары бұл жерде қазандықтарын, оның ішінде мынау Құлагер көкпар командасының шабандоздарын дұрыс ойнатқызбады. Алдарын жауып тастады. Сол сәтті Байыш дұрыс пайдалана білді. Енді Байышты өзі осы Қырғызстан Республикасына, Қазақстанға таныс шабандоздардың бірі ғой, кезінде тана тартқан шабандоз деп айтып жатады осынаға. Бұл енді Ош облысында бізде серке тартсақ, о жақта тана тартады. Мен өзім барып көргем, 2-3 рет барып, осы жерде көкпарларын көріп, тана тастап тартып, осы сол танада тананы жерден көтеріп басып, өте үлкен салымда болып жүрген жігіттің, жаңа біздің Темірхан Айтбаев сияқты, бұл Байыш Ниязов сол Қырғыз мемлекетінің сондай бір палуаны. Енді қазіргі мына 35 келі серке Байышқа түк емес дейсіз ғой? Иә, Темірхан, Байыш, Ақылбай деген жігіттерге бұл 35 килограммдық серке бұларға шын түкке тұрмайтындай болып тұр да. Көрінеді. Енді бұл жерде енді командалық әріптестерінің дұрыс көмегі болса болды, бастысы ары қарай есепті еселеп. Ақылбай Манкеевте жаңғыз шығып жатыр. Артында өзіңіз көріңіз. 3 қорғаушы артында жүр. Қырғыз мемлекетінің. Ығыстырып, алаңның сыртына шығарып кетті. Байыш ортадан алып басты. Байыштың қорғаушылары өте жақсы жұмыс істеді да, Байыш салынды болды. Ортада қайта жекпе-жек сайысы, Бақтыбай Шырынқұлов пен Байыш Ниязов. Бақтыбай бірінші болып көтерді серкені. Байқап қарасаңыз, сол жағынан көтереді екен серкені. Енді Бақтыбайдың несі жоқ, оңы сол жоқ. Қай шетінен серке келсе, сол шетінен алады. Екі жағы да бірдей мықты. Екі жағы да бірдей мықты. Кейбір шабандоздар бар, оң жағынан еңкейіп алады да, сол жағынан еңкеймейді. Бұл Бақтыбай, Темірхан деген палуандарға, бұл действительно палуан жігіттер. Бұларға оңның солы жоқ. Батырға оңның солы жоқ дегендей, бұл екеуіне оңдың да, солың да жоқ. Бақтыбай әлде болса серкені ешкімге бермеді, бірақ қазір командалық әріптесі көмекке келді. Бұл жерде Темірхан Айтбаев қазір серкені алып салым. Тамаша командалық әріптесінен дұрыс ала білді. Мерген атты Сайгүлік. Темірхан Айтбаевтың астындағы осы қазақ командасындағы ең күшті шабуылшы аттың бірі осы Мерген. Мінекей қазір Темірхан өзде білегінің күшті екендігін байқатты. Бақтыбайдың қолындағы серкені ала салысымен қазандыққа дұрыс тастай білді. Есеп 6-3. Қожамқұл көкпар командасының шабандоздарына ширақ таныту керек сияқтағы. Себебі ойынның аяқталуына, екінші таймның аяқталуына небәрі 2 минут қана уақыт қалды. Әлде болса, оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары серкені ешкімге бермей, өздерінің мықты екендіктерін көрсетіп, еселей серкені тастай білді. Мінекей қазір кіші шеңберге тасталынған серкені бірінші болып Рустам Тыналиев қазір мінекей көтеріп алды. Тұлпарын лебидермен, қасқатымен тұлпарын басын бұрды, бірақ серке тақымнан түсіп қалды. Ол мына оңтүстік Қазақстан облысының қорғаушылары Тыналиевті алаңнан ығыстырып айдап кетуін амалын жасай бергенде, жаңағы Тыналиев серкені жерге тастап бұрылып келіп қайтадан іліп еді, ол әдісі ойдан шықпады. Мінекей қазір Тілебек Сүлейменов қазір серкені қайта тақымына басып алды, қазір шабуылға шықты. Қожамқұл көкпар командасының қос бірдей шабандозы екі жағынан келіп, Тілебектің серкені алып шығуына мүмкіндік бермеді, бірақ ойын уақытысы аяқталды. Ойынның бас төрешісі бүгінгі ойынның қорытындыланғандығын ескертті. Тамаша оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы бұл кездесуде өздерінің мықты екендіктерін байқатты. 6-3 есебімен жеңіске жетті. Ақылбай Манкеев, Темірхан Айтбаев, Бақтыбай Шырынқұлов өздерінің мықты екендіктерін дәлелдеді.
Қуан аға, енді осы біздің хабарымызға қатысқаныңызға сізге үлкен рахмет. Аман есен болыңыз, қазақ көкпары жасай берсін. Сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық арнасы спорттық бағдарламалар шығармашылық бірлестігі және мен Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.